Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі қазақ тілі сабағынан өтетін жаңа тақырыбымыз ұлы дала табиғаты. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты оқылым және тыңдалым материалдары бойынша тірек сөздер мен сөз тіркестерін синонимдік қатармен ауыстыра отырып жинақы мәтін жазыңыз. Бүгінгі сабағымызға кіріспес бұрын ой түрткі сұрақтарына жауап беріп көрейік. Климаттық өзгерістер дегенді қалай түсінесің? Екінші, ғаламдық жылынудың қалай алдын алуға болады? Қанекей ойланып, осы сұрақтарға жауап беріп көрейік. Жауап берген болсақ, мына жауап нұсқасымен салыстырамыз. Климаттық өзгерістер ауа райындағы, табиғаттағы өзгерістер. Ғаламдық жылынудың алдын алу үшін ағаштар отырғызып, көгалдандыру жұмыстарын жүргізуіміз керек. Өте жақсы оқушылар, сұрақтарға дұрыс жауап бердіңіздер. Енді бүгінгі сабағымыздың негізгі бөліміне көшейік. Тапсырмаға назар аударыңыздар. Оқылым мәтіні. Қазақстан климаты қуаң континентті. Қысы өте суық, ал жазы ыстық. Қазақстанның кең байтақ аумағына байланысты мемлекеттің түрлі аймақтарында ауа райы айтарлықтай өзгеше болуы мүмкін. Мысалға, оңтүстікте егін егу басталып жатқан кезде, солтүстік жерінде әлі қар жатып, боран соғып тұруы ғажап емес. Бүкіл мемлекетке температураның күрт ауытқулары тән. Бұл тәуліктік ауытқуларға да, жылдық ауытқуларға да қатысты. Оқылым мәтінінен кейін тыңдалым мәтініне назар аударыңыздар. Енді сіздерге тапсырма. Оқылым, тыңдалым мәтінінен тірек сөздерді табыңыз. Тірек сөздердің синонимдерін табыңыз. Синоним сөздерді қатыстырып, жинақы мәтін құрыңыз. Бағалау критерийі. Оқылым және тыңдалым материалдары бойынша тірек сөздер мен сөз тіркестерін синонимдік қатармен ауыстыра отырып, жинақы мәтін жазады. Дескрипторға назар аударамыз. Тірек сөздерді таба алады, тірек сөздердің синонимін таба алады және жинақы мәтін құрастыра алады. Ойланып, тапсырмаларға назар аудара отырып, орындауға тырысамыз. Орындап болсақ, жауап нұсқамызды салыстырайық. Оқылым және тыңдалым мәтініндегі тірек сөздер: климат, қар, боран, температура, тағы басқа сөздер. Синонимдері: боран, дауыл, климат, табиғат, тағы басқа. Осы бойынша құрастырған жинақы мәтінге назар аударыңыздар. Біздің облысымыздың табиғаты құрғақ және желді. Қар сирек жауады. Жаз айларында температура 40 градусқа дейін көтеріледі. Күз мезгілінде дауылды жел соғады. Өте жақсы оқушылар, тапсырмаға белсене қатысып орындадыңыздар. Енді келесі тапсырмаға назар аударыңыздар. Климаттық өзгерістің түрлерін тауып, кластерге толтырыңыз. Бағалау критерийі. Оқылым және тыңдалым материалдары бойынша тірек сөздер мен сөз тіркестерін синонимдік қатармен ауыстыра отырып, жинақы мәтін жазады. Дескриптор. Климаттық өзгерістің түрлерін табады, кестені толтыра алады. Балалар, дескриптордан ауытқып кетпейміз. Климаттық өзгерістердің түрлеріне нелерді жатқызуымызға болады? Қане бірлесіп, ойлана отырып жауап береміз. Орындап болсақ, тапсырманың жауабын салыстырып көрейік. Климаттық өзгерістердің түрлері: ғаламдық жылыну, күшті дауылдар, аптапты қуаңшылық және мұздықтардың еруі. Жарайсыңдар оқушылар. Тапсырманы өте жақсы орындадыңыздар. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай отырып, үй тапсырмасына назар аударыңыздар. Әлемде болып жатқан климаттық өзгерістердің басты себептері неде тақырыбына 4 сөйлем әдісі бойынша эссе жазыңыз. Эссені мына рет бойынша жазамыз. Менің ойымша, себебі, мысалы, қорытынды. Бүгінгі сабаққа белсене қатысқандарыңызға рахмет. Оқушылар, қош сау болыңыздар.